болмасын арман. Айыпов Айтмағамбет ағамызға құттықтау сөз кезегі беріледі. Алғабастықтар, шынымен де енді сондай керемет бүгін біздің алғабасымызға жарайтындай той өтіп жатыр деп есептеймін. Негізі дұғаға жиналғанбыз барымыз, енді мейрам болғаннан кейін осындай тамаша өтті. Енді мен айтар сөзім жоқ, сіздер де сезіп отырған шығарсыздар. Біріншіден өзімнің туған Астрахан ауданы әкімдігіне шын жүрегімнен алғысымды білдіремін. Көптен көп рахмет. Бағана айттым, енді әкесі осына сабақ берген дегенмен мен келіп офицер генерал мырзалармен сөйлесіп келгеннен кейін бір сөз айтқан жоқ. Жақсы, мақұл жасаймыз деді, болды. Ғалия қарындасымызға мың алғыс, рахмет. Жүгіріп жүрдіңіз, келгенде қабыл аласыздар. Ішкі істер бөліміне, внутренняя политика қайда, Светлана Николаевна, көп рахмет. Енді өзіміз рахмет. Енді айтайын дегенім, құрметті ағайын, сіздер ойламаңыздар ұмытып кетті деп. Шынымен де мінекей бұлай ақмадамен жауып ашу жасаған жоқпыз. Гүл шоқтарын қойдық, корзиналарды қойдық, дұрыс. Себебі айтпай кетуге болмайды. Есімізде мәңгі болады, Құранымыздан тастаймаймыз. Ойхан Махметұлы екеуміз былтыр осы ескерткішімізді ашқан болатығымыз. Сол себепті Ойхан Махметұлына да көптен көп рахмет. Алла тағала сездіріп жатқан шығар. Жатқан жері жарық, топырағы торқа болғай. Осында әдейі осы тойды көреміз деп келген халқыма мың алғысым. Сосын айтайын дегенім, бізде енді Алла тағала осындай ұйымшылдығымыздан айырмасын. Өзі біздің жігіттер тәубе, күндізде осында, түнде де осында чаттан көріп отырамыз, бір-бірімен сөйлесіп отырады. Ай, сен ананы әкел, мен ана цемент апара жатырмын, Аманбай қайда бауырымыз ол мәшінесімен тасып, кім кенже болса болмаса 24 сағат үшін аптасына кенже постоянно связьда, бөліп жарып айтып керек емес. Жалпы оның ішінде менің болады, жиенім де бар. Жалпы 62 жылғы туған жігіттер мен қыздарға, жұбайлары мен жолдастарына мың алғыс. Көп жасаңдар, супер, тамаш, көп рахмет. Ғани бауырым, көптен көп рахмет. Мұрат, жаңаға атамның аманаты, жаңа маған Хамитхан бауырым келіп кетті, мен жазып бер дедім. Жеңіс, тіршіліктің жүрегі. Жеңіс күні тербетеді даланы. Жеңіс күні. Құрметті ағайын туған туыстар, бір кішкене ғана алғабасымызда қандай үлкен іс-шара жүргізіліп жатыр. Бұл іс-шара тек қана біздің осы алғабастың көлемінде емес, бүкіл мына Қазақстан көлемінде, мемлекеттік көлемінде жүргізіліп жатқанға мен сонда қуаныштымын. Мен осы ауылда туғаныма қуанамын. Осы ауылда өскеніме, осы мектепте, осы алғабас мектебінде оқығаныма, сол мектепте оқып ер жетіп, мінекей бүгін мен жеңіс күнімен 80 жылдық Қайт оралды